Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. 13-ші сабақ, тақырыбымыз жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Сабағымызды бастамас бұрын бал аралары деп аталатын ойын ойнаймыз. Ол үшін жуан дауыстылар мен жіңішке дауыстыларды еске түсіріп алайық. Жуан дауыстыларымыз А, О, О, жіңішке дауыстыларымыз Ә, Ү, Е, И. Балалар, сендердің алдыларыңда мынандай бал аралары тұр. Олардың қолдарында сөздер жазылған екен. Сол сөздерді оқи отырып, ішінде қайсында жуан дауысты бар? Көк гүлге, қайсында жіңішке дауысты бар? Сары гүлге отырғызайық. Ендеше бірінші сөзден бастайық. Бал, жуан дауысты. Гүл, жіңішке дауысты. Үкі, жіңішке дауыстылар гүліне. Қос, жуан дауыстылар. Ине, жіңішке дауыстыларға. Қыс, жуан дауыстылар. Жол, жуан дауысты. Көл, жіңішке дауыстыларға жатады екен. Ендеше басынан бастап қайталайық. Жуан дауыстысы бар сөздеріміз бал, қыс, құс, жол. Жіңішке дауыстылары бар сөздеріміз үкі, ине, гүл, көл. Ендеше балалар, естеріңде сақтаңдар. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Мысалы, айна, жылқы, сауысқан. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Мысалы, үй, көгершін, өнер. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз сендермен Әдібай Табылдының әдепті балалар деп аталатын мәтінімен танысамыз. Ең алдымен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжап көрейік. Қалай ойлайсыңдар, әдепті балалар деген мәтінде кімдер болуы мүмкін, онда не туралы болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Тақырыбымызда балалар деп айтылып тұр, яғни мәтіннің ішінде кімдер болуы мүмкін? Балалар болуы мүмкін. Ол балалар қандай балалар екен? Дұрыс айтасыңдар, әдепті балалар. Жақсы, ендеше мәтінімізді тыңдайық. Әдепті балалар. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді. Балалар, мәтіндегі кейіпкерлер тауып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар, Асан ата мен Әсем әже бар. Балалар бар, яғни ұлдар мен қыздар. Олар кімдер? Олар оқушылар, иә? Және де бұл мәтінде сөйлеп тұрған Толағай деген бала бар екен. Тамаша. Енді сұрақ жауап айдарына назар аударайықшы. Балалар қандай қамқорлық жасады? Дұрыс айтасыңдар, балалар ата мен әженің үйін келіп жинады, малын күтуге көмектесті. Тамаша. Әже оларға не деді? Әже бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деп айтты. Яғни балалар жұмысты барлығы бірге тату тәтті жасаған екен. Балалар, енді әдепті мен балалар сөзінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме? Айтып көрейікші. Әдепті сөзінде неше әріп бар? 6 әріп. Неше дыбыс бар? 6 дыбыс. Буынға бөлейік. Әдепті 3 буын бар. Егер буын 3 болса, дауысты дыбыста 3. Қалған 3 дауыссыз дыбыс. Келесі, балалар сөзінде қанша әріп бар?
7 әріп. Қанша дыбыс? 7 дыбыс. Буынға бөліп көрейік. Балалар. 3 буын бар. 3 буын болса, дауысты дыбыс бізде 3. Қалғаны 4 дауыссыз дыбыс. Тамаша. Келесі дәптермен жұмыс айдарына назар аударайық. Бүгін біз сендермен и, қысқа и дыбысын көркем жазатын боламыз. Ендеше қаламдарыңды алып, и дыбысының бас әрпін және кіші әрпін дәптерімізге көркем жазайық. Келесі тапсырма, екінші жаттығу, мақалды жатқа жаз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Үлкенге құрмет көрсету керек, кішіге қамқорлық таныту керек. Осы мақалды жаттап алып, дәптерімізге қатесіз жазуымыз қажет. Келесі тапсырма, балалар, сендерге шығармашылық тапсырма. Мына жерде жуан дауысты дыбысы бар сөздерді атаның үйіне, ал жіңішке дауысты дыбысы бар сөздерді әженің үйіне кіргізуіміз керек. Сызықша арқылы атаның үйіне және әженің үйіне қосып шығайық. Ендеше өзімізді тексерейік. Әке, жіңішке, аға, жуан, сіңілі, жіңішке, бауыр, жуан, ана, жуан, қарындас, жуан, әпке, жіңішке. Ендеше осы сөздерді ата мен әженің үйіне бөліп жазайық. Атаның үйіне аға, бауыр, ана, қарындас. Әженің үйіне әке, сіңілі, әпке деген сөздерді жазамыз. Келесі оқулығымыздағы 3-ші жаттығу, моншақтардағы сөздерді оқы, сөздердің айтылуына назар аудар, оларды түсіне қарай топтастыр. Бір сөзбен қалай айтылатынын айт. Ендеше оқып шығайық. Арыстан, шағала, жолбарыс, қой, қарға, бота. Сөздердің барлығы қалай естіледі, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Жуан естіледі, өйткені оның құрамындағы дауысты дыбыстардың барлығы жуан дауысты дыбыстар. Ендеше түстеріне байланысты біріктіріп қояйық. Арыстан, жолбарыс, шағала, қарға, қой, бота. Балалар, арыстан мен жолбарысты бір сөзбен қалай атаймыз? Дұрыс айтасыңдар, жабайы жануарлар. Шағала мен қарғаны бір сөзбен қалай атауға болады? Дұрыс, құстар. Қой мен ботаны бір сөзбен қалай атауға болады? Дұрыс айтасыңдар, үй жануарлары. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды.